Кешкі асты ерекше етіп жасағыларыңыз келсе және қонақ келген кезде әдемі подачамен бергілеріңіз келсе, дәл осы тағамды жасаңыздар. Қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып қуырамыз, 5 минуттан кейін су құйып 20 минутқа бұқтырамыз. Картошканың үстіне тұз бұрышын салып, шемішкі майын құйып, жақсылап араластырып, 200 градус қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Және менде гарнирге тағы да рис болады. Суы тартылған етіміздің үстіне тағы да кішкене май құйып, жуасын, помидорын, сарымсағын және дәміне қарай болгар бұрышын, тұзын салып, жақсылап араластырып, 5-10 минут қуырып алып, тағы да су құйып, оның 5 минут бұқтыратын боламыз. Менде гарнирге рис овощами және картошка болады. Егер де ристің сіздерге рецепция керек болатын болса, менің каналымда әдемілеп түсірілген арнайы рис с овощами деген рецепт бар. Сол жақта соны көріп жасасаңыздар болады. Немесе кәдімгі обычный күрішті асып қоя салсаңыздар да болады. Мінекей, осымен біздің ерекше тағамымыз дайын. Дәл осылай әдемілеп сәндеп ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, маған ұнады деп комментарий қалдыра кетіңіздер.